Әлемдердің сардары болған пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам намазды қалай оқыған? Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін әлемдердің сардары болған Алла тағаланың сүйікті құлы әрі елшісі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам намазды қалай оқыған? Асыл дініміздегі алғашқы парыздардың бірі болған намаз туралы мағлұматты Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам пайғамбар өмірінен 100 дерек атты кітаптан оқитын боламыз. Алдымен каналға тіркеліп, лайк басып, пікір қалдырып, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Пайғамбарымыз намаздағы әрбір қимылын ерекше ықыласпен орындайтын. Сырт көзге өмірі тек құлшылықтан тұратындай әсері беретін. Тіпті бір хадисінде менің ең үлкен қуанышым намазда. Намаз көзімнің нұры, рухани ләззатым деп намазға деген құштарлығы дүниедегі қызығарлық барлық нәрседен артық екендігін меңзеп айтқан. Оның әрбір намазы Алланың құзырына жетелейтін миғраж секілді еді. Бұл турасында Алланы көріп тұрғандай намаз оқы. Сен Алланы көрмесең де, ол сені көріп тұр деп соңғы рет намаз оқып тұрғандай, яғни ихсан деңгейінде намаз оқу керектігін өсиет еткен. Екі жихан сәруары саллаллаху алейхи уассалам дұғасында: «Ва Алла тағала, дұрыс пен бұрыстың арасын алыстатқандай, менің де қателіктерімнен алыстата көр. Ва Алла тағалам, ақ киімді кірден тазалағандай, мені де қателіктерімнен тазарта көр» деп шынайы ықыласпен тілек тілейтін. Намазға ықыластылығы соншалық парыз болған намаздармен бірге нәпіл намаздарын да оқитын. 5 уақыт парыз бен сүннет намазына дұға, әуәбин, тахаджуд секілді нәпіл намаздарды да қосып оқып, құлшылыққа ерекше ынтызарлығын байқатқан. Аллаға деген сүйіспеншілігін, құлшылығын арттыру арқылы білдіріп, үмбетіне үлгі болған. Нәпіл намазында рукуға барғанын көргендер ойпырмай, сәждеге баруды ұмытпады екен дейтіндей ұзақ уақыт рукуғта тұрып, сосын сәждеде де сондай ұзақ тұратын. Хадистердің тағы бірінде Жәбірелдің алейхиссалам оған: саған намазға деген құштарлық берілді, одан қалағаныңша нәсібіңді ал дегеннен Расулалланың намазға деген құштарлығы Алла тағаланың берген сый екенін аңғарамыз. Хузайфа пайғамбарымызбен бірге қалай намаз оқығанын, Расулалланың намазға деген ықыласын былайша жеткізеді: бір түні байқатпастан келіп Расулалланың артынан намазға тұрдым. Алла елшісі Фатиха сүресінен кейін Бақара сүресін оқи бастады. Мен ішімнен Бақара сүресінің 100-ші аятында рукуға баратын шығар деп ойладым. Алайда менің ойлағанымдай болмады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам Бақара сүресін бітіріп, әрі қарай Ниса сүресін оқыды. Ниса сүресін тамамдаған соң Әл Имран сүресіне өтті. Салмақты бір әуеде мағыналы қалыпта оқи берді. Тәсбих аяттарын оқығанда Субханаллах дейді. Дұға аяттарын оқыған сәтте дұға қылады, жалбарынатын. Аятты оқыған кезде Аллаға жалбарынады. Әл Имран сүресінен кейін рукуға барып Субхана раббиал азим деді. Рукуғда қиямына ұқсас, рукуғтан кейін тік тұрып Самиаллаху лиман хамидах деді. Тік тұрғандағы уақытында рукуғтағы уақыты секілдеді. Осыдан кейін сәждеге барып Субхана раббиал деді. Сәжделері де ұзақ еді. Әрине, бұл жеке оқыған намазы. Мұнша берілі намаз оқып жүріп, еш уақытта намаздан шаршағанын білдірген емес. Әзірет Айша анамыз Расулалланың оқыған намазын сөзбен жеткізе алмай, оның қиямда тұруын сен сұрамай-ақ қой, мен айтпайын деп таңғалысын білдіретін. Алла елшісінің рукуғда, сәждеде, қиямда ұзақ тұрғанын осылай айтқан. Тіпті Айша радиаллаху анха анамыз Расулалланың намазды өте ықыласпен жылап та, жалбарынып та оқығанын тілге тиек етіп, Алла елшісі Біләлдің азан шақырған даусынан оянатын. Дәрет алып мешітке барар жолда шашы мен жүзінен су тамшылап тұратын. Имамдыққа тұрып намаз оқытқанда көбінесе жылап тұрғанын еститін едім деген. Мутарифтің әкесі риуаят еткен хадисте Расулалланың намаз оқығанын көрдім. Намазда жылағаны соншалықты тасты диірменге салып үгіткенде
көкірегінен ауыр бір дыбыс естіліп тұрды деп жалбарына намаз оқитынын айтқан. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам намаз бастағанда жанындағы сахабалар оның көкірегінен қайнаған қазанның даусындай бұрқылдаған дыбыс еститінін айтқан. Бұл да оның жүректен бар ынтасы мен намаз оқитындығының белгісі. Аллаға жақын болу мен хақ дінді жаю ісін тең ұстаған өне бойы биязылық пен әдептілікке тұнып тұрған Расулалла саллаллаху алейхи уассалам қай жағынан да алғанда барша адамзатқа үлгі. Алла елшісінің бойында сендерге үлгі боларлық көп қасиеттер бар деп Құранда айтылғандай, Расулалла саллаллаху алейхи уассалам ғибадатты орындауды іс жүзінде барша мұсылмандарға үлгі көрсеткен. Бұны Ибн Масуд секілді ең алдыңғы қатарлы сахабаның өзі оның оқыған намазына шыдай алмағаннан аңғаруға болады. Алла елшісінің құлшылықта әрқашан алда болғаны осыдан ақ белгілі. Достар, осымен бүгінгі тақырыбымыз өз соңына жетті. Сіздерге ұнады деген ойдамын. Тіркеліп, лайк басып, қолдау білдіріп, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар.